Мына бүгін Абдулланың концертіне келдік, Қызылқия шағынды кішісі. Шул чоң залға келдік, ол жерде 100-дей адам бар еле. Ол 100 адамды эме тоғытпай, Абдулда кетіп қалды. Мына билет, сатылған билеттер мына. Администраторы машинасына түшіп алып, о мелсақанаға чейін бардық. Мен Абдулланы даже танымаймын деді мына. 100 билет сатылған екен. 100 адамды құмырсқача көрбөй, қойбой кетішті. Кәмпір чалдар мына. Ақсақал башымен мына ака, ежелер, жалдан, больницада жатқан больнойлардағы бүт келіп кетішті. Кім жоп кет бұға? Қанша адамдар жол қыра қылып келіп кетті. Мына Қызылқия шаарынын двореці. Кім жоп берет десек? Шул жердің администраторы жоп берет деді. Мына Гүлайже, бұлға сіз не деп жоп бере аласыз? Бүгінгі менің администраторы шул дворецтің директоры Гүлайже. Келішті, адамдарды тоғытпай 70-80 билет болса, біз 70-80... 100 да екен әлі. 100 билет сатылған екен, біз бұл адамдарға, бұл адам аз бізге, бұл аз адамға біз қоя албаймыз концертті деп. Кетіп қалышты, қашып кетті, звонок қылсақ телефондарды алған жоқ. Администратор мен білбеймін деді. Жұбаш, елдер келіп айтты, біз айдан келдік, больницадан келдік, деп айдар жалынды, қойбайтындар кетіп. Жаш балдары менен қанша келішті. Мен азыр олардың администратор менен ГОВД-ға чейін барып келдім, ошондуктан елдерді тартпай қалғанын себебі ошол болуп атат. Билеттерибизди кайтарып тартты буларды. Мына кемпір чалдар қанша алыстан келишти, ушулар жалдан келгенде.